Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 6 сыныптың биология пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған бөліп шығару бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Бірінші тапсырмада былай дейді. Төменде берілген жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің сызбасын сызыңдар. Яғни бізге кесте берілген, кестені дұрыс ретімен толықтырамыз. Бірінші бағанда жануарлар берілген, екіншісінде зәр шығару жүйесінің құрылыс ерекшеліктері. Енді жеке-жеке тоқталу дейік. Балықтардың зәр шығару жүйесі: бүйрек, несебағар, қуық, анал тетігі. Екінші, жорғалаушылар: бүйрек, несебағар, қуық, клоака. Осы арқылы зәр шығарады. Үшінші, қосмекенділер: бүйрек, несебағар, қуық, клоака. Құстар: бүйрек, несебағар, қуық, клоака. Сүтқоректілер: бүйрек, несебағар, қуық, анал тетігі. Осы жануарлардың зәр шығару жүйесінің құрылысының ерекшеліктері осылай жүзеге асады. Екінші тапсырмаға тоқталайық. Екінші тапсырмада төменде берілген түсініктемелерді, ұғымдарды мұқият оқи отырып, кестені толтырыңдар дейді. Яғни бізге ұғымдар берілмеген, қандай ұғым екенін табуымыз керек. Керісінше түсініктемелер берілген, сонымен қатар кілт сөздер берілген. Түсініктемелер: жасушадағы судың, тұздың, зиянды заттардың артық мөлшерін шығаратын бөліп шығару мүшесі. Қандай ұғымды білдіреді? Екінші, бір ұшы ішекке, ал екінші ұшы денеге ашылатын түтікшелер. Үшінші, ұшы сыртқа ашылатын шығару түтікшесі бар мүше, бұл метафридиялар. Екіншісі бізде мафи түтікшелері, біріншісі жиырылғыш вакуоль. Келесі, мына жерде тұрған кілт сөздерді пайдаланып орнына қоясыздар. Үшінші, бос орынды толтыруымыз қажет. Мына жерде мен сіздерге сарымен бояп көрсетіп қойдым, яғни бос орынның орнына жазумен жазып қойылған. Біріншісі, қанның зиянды заттардан тазаруына жауапты басты бөлу мүшесі бүйрек болып табылады. Яғни бос орынның орнына сіздер бүйрек деген сөз жазасыздар. Екінші, ағзада зиянды заттарды залалсыздандыруда маңызды рөл атқарады. Бауыр. Үшінші, цитрусты дақылдардың қабықшасы, эвкалипт қабығы, лавр жапырағы бай, бұл бізде эфир майы. Төртінші, барлық ағзаларда тыныс алудың соңғы өнімдері не болып табылады дейді? Су мен көмір қышқыл газы екен. Келесі бізде соңғы тапсырма. Тапсырманың берілгені былай: өсімдіктердегі бөліп шығару ұлпаларын анықтап, ерекшеліктерін сипаттап жазыңыздар. 3 бағанға бөлінген кестеміз. Бөліп шығару ұлпалары сипаттамасы, ұлпалардың маңызын жазатын боламыз. Бірінші, шайыр. Шайырдың сипаттамасы қандай? Қалыпты жағдайда салыстырмалы түрде қатты және қызған кезде жұмсаратын немесе пішінін жоғалтатын аморфты заттардың жиынтығы бұл шайыр екен. Шайыр әртүрлі материалдар мен тұрмыстық заттарды өндіруде шикізат ретінде қолданылады. Одан желім, мастика, бояулар алынады. Екінші, сүтті өзектер. Сипаттамасы: өсімдік сүті деп аталатын зат бөлетін өсімдік ұлпаларының жасушалары сүтті өзектер. Көкнәр сүті есірткілік, ауруды басатын дәрілік заттарды алу үшін пайдаланылады. Сүйел шөп, яғни бұл чистотел деп аталады, сүті де медицинада қолданылады. Келесі бізде эфир майы. Эфир майын сіздер өздеріңізде естіп жүрген боларсыздар. Көптеген өсімдіктерде кездеседі, және олардың бәрінде де эфир майларына тән ерекше иісі болады. Бұл бізде фармакологияда, парфюмерияда, кулинарияда да, тамақ пісіру кезінде де біз қолданылады екенбіз.